Алдағы 5 жылда жеке тұрғын үй құрылысына Астана мен шаһар төңірегінен жер телімдері бөлінбейді. Бұл туралы бүгін өңірлік даму министрлігінде мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мәселелеріне арналған кеңесте айтылды. Сондай-ақ мемлекет игерілмей жатқан жер телімдерін күштеп алатын болады. Кеңесте қаузалған өзге де мәселелер жайында тілшіміз тарқатады. Астана арман қала. Бүгінде елордалық атанып шаһарға қазығын қаған деушілер қатары 100 мыңға таяды. Үкілі үмітін үзбегендер жер комитеті ғимаратын торуылдап жүр. Алайда мемлекеттің оларға айтары бір, Астананың да шегі бар. Алдағы 5 жыл ішінде астаналық атану арман боп қалатын түрі бар. 2030 жылға дейін небары 15 мың жер телімі үлестірілмек, ал тегін жер инфрақұрылымы тартылған жерден беріледі. Бас шаһардың 5 жылдық жоспарында мұндай жұмыс қарастырылмапты. Соответствующие государственные органы принимают. Тегін үлестірілетін жеке тұрғын үй құрылысына арналған жерлерге бас жоспар бойынша алдағы 5 жылда инфрақұрылым тартылмайды. Шаһар төңірегіндегі жерлерді иемденуден үмітті 70 мың адамның да күте тұруына тура келеді. Елорда халықаралық талаптарға сай болу үшін осындай реформалар қарастырылып жатыр. Президенттің пәрменінен кейін жөн жосықсыз таратылған жер телімдері түгенделе бастағаны тағаян. Осы орайда күн санап игерілмеген жер телімдерінің саны артып жатыр. Сандарды сөйлетсек, Астанада пайдаланылмай жатқан жердің жалпы көлемі 14,4 мың гектар. Оның 1,6 мың гектары сот тәртібімен мемлекет меншігіне қайтарылды. Тағы 2,9 мың гектар сот органдарының қарауында. Ал Астана маңындағы игерілмеген жер көлемі 222,5 мың гектар. Әзірге оның тек 98,9 мыңы қайтарылды. Айта өтсек, Ақмола облысының Аршалы, Целиноград, Шортанды аудандары Астана маңындағы елді мекендерге жатады. Бұл жерлердегі нысандар шаһардың бас жоспарында тіркелмесе, келешегі белгілі. Естественно, будут сноситься, потому что, я говорю, есть генеральный план развития Астаны и пригородной зоны. В соответствии с генеральным планом развития Астаны есть развитие инженерной коммуникации, строительство дорог, строительство, будем так говорить, современных коммуникаций. То, что лежит на пути данных коммуникаций, естественно, подлежит сносу, и данные участки подлежат изъятию под государственные нужды. Кезінде жөн жосықсыз таратылған жер телімдерін қайтару оңай болмайтынын министрлікте жақсы біледі. Өкпесі қара қазандай болмайтындар тек қалталылар болар. Естеріңізде болса, президент ондайлардың да барына күмән келтірмей айтқан еді. Вокруг Астаны, приграничных районах, области по земельным вопросам, извиняюсь, но творится полный бардак и самозахват земли. Алайда бүгінгі кеңесте ондай олқылықтар болуы мүмкін емес дегендер де болды. Зоны, которые предусмотрены на сегодняшний день. Жоқ, ешқашан адамның дәрежесіне ия болмаса лауазымына қарап, жер үлестірілген емес. Атышулы Тельман жер учаскесінде осындай олқылықтар орын алды деген қауесетті жоққа шығара аламын. Бұл жердегі бос жер телімдері Отан соғыстың ардагерлеріне үлестірілген. Тегін жатқан жер жоқ. Кезінде тістегеннің аузында ұстағанның қолында кеткен жер телімдерін түгендеу жалғасады. Күні кеше арнамыздың ресми сауалына жауап берген қалалық прокуратураның мәліметімен таныстырдық. Прокурорлар жерді заңсыз иемдеген фактілердің барын айтты. Әзірге тек 12 қылмыстың беті ашылған. Лейла Қазиақбарова, Тимур Еркетаев, Астана арнасы.